Химияны нөлден бастап үйренгіңіз келсе және де химия есептерін өз бетіңізше нөлден бастап шығарып үйренгіңіз келсе, менің арнама тіркеліп алыңыз және де осы видеоны соңына дейін көріңіз. Мінекей достар, мен есептің берілген шартын осылай жазып қойдым. Яғни бұл жерде бізде белгісіз элемент, қосылыстар берілген, деген бұл элемент, бізде белгісіз элемент, осы элементті анықтау керек. Есептің шартында берілгені осы элементтің 4 валенттілі екендігі және оның оксиді мен хлорид қосылысы берілген туралы айтылған, және де олардың осы екі қосылысының молекулалық массаларының қатынасы ғана көрсетілген. Қараңыз, мына жерде 2-7 қатынасы, 2 деген бұл оксидінің молекулалық массасының қатынасы, ал 7 дегеніміз мынау хлорид қосылысының молекулалық массасының қатынасы екен. Яғни осы оксид және хлоридтің молекулалық массаларының қатынасы 2-7 болатын осы элементті анықтап білеміз, оның 4 валентті екендігін. Енді осы есептің шығару жолының оңай әдісін көрсететін боламын. Сізде қағаз бен қалам алып, есепті қайталап үйреніп алсаңыз болады. Бұндай есептерде өте жиі кездеседі. Қарапайым есеп болғанымен үйреніп алсаңыз артық етпейді. Біз қандай сан болғанын, бастапқы санын білмейміз. Сондықтан да бұларды белгісіздікке көбейту арқылы жүйе құрастыратын боламыз. Яғни x немесе y екеуі де молекулалық масса болғандықтан біз мысалы бұны y деп алайық. Яғни 2y 7y деп аламыз. Элементтің молекулалық массасы бізде әрине белгісіз, сондықтан да оны x деп аламыз. Сол кезде мынау x, оттегіміздікі белгілі 16, 16-ны 2-ге көбейтеміз. Сол кезде элементтің массасын x деп аламыз да, ал массалар қатынасын y пен көбейту арқылы жазатын боламыз. Сол кезде бірінші оксидінің молекулалық массасы 2y-ға тең, сол кезде келесідей жүйе қалыптасады. Мына жерде көріп отырғандарымызда 2y дегеніміз мынау 2y деп алдық. Өйткені бізде дәл бұлардың молекулалық массалары белгісіз. Мысалы оксидті қанша екенін біле алмаймыз, өйткені бізде элементтің массасы белгісіз. Сондықтан 2y деп алдық. 7y. 2y-тің мәні бізде оксидтің массасына тең, яғни молекулалық массасы. Бұл жерде оның массасы әрине қосылыстардың мынау массаларының қосындысына тең. Бұл жерде элемент дегеніміз x белгісіз, қосылған оттегі 16-ны 2-ге көбейткенде 32. Сол кезде 2y-іміз x плюс 32-ге тең екендігін көруге болады. Тура мына жерде де 7 тура осылай аламыз. 7-ні 7y деп аламыз. Тең 7y-тің мәні, яғни бұл хлорид қосылысының молекулалық массасы. Сондықтан да 7y деп алдық. Элемент x қосылған, хлор дегеніміз 35-5, атомдық массасы, яғни Менделеев кестесіндегі 35-5-ті көбейтеміз 4-ге. Сол кезде 142 болады. Осындай бізде жүйе қалыптасты. Енді біз жүйені оңайырақ болу үшін әрине бір-бірінен азайтамыз. Сол кезде яғни мына жерде азайтастаған кезде 2-ден 7-ні алсақ минус 5y. Жерде қарапайым арифметика болып табылады. Мына жерде x пен x азайтқанда 0 болып кетеді. 32-ден 142-ні азайтқан кезде минус 110. Минус 110 болды. Енді осы жерде y-ті табу. Y-іміз, яғни 110-ды 5-ке бөлген кезде 22. Бізде 22 шықты, яғни ол дегеніміз мынау 2y 7y-ге y-тердің мәнін қоямыз. Яғни 2-ге 22-ні, 7-ге 22-ні көбейтіп, біз элементтің неше екендігін анықтаймыз. 2y-ге 2 көбейту 22. 44, яғни бұл жерде бұл дегеніміз молекулалық масса, яғни оксидінің молекулалық массасы. Өйткені қараңыз, 2y мынаған тиісті дедік. Сол кезде
Y-тің орны 22 шықты. 22-ні қойған кезде 44 болды. 44 яғни оксидінің массасы. Енді дәл осы элементтің мрін табу үшін мынау 32-ні азайтамыз. 44-тен азайтамыз 32-ні. Сол кезде 12. Бұл дегеніміз бізде көміртегі. Менделеев кестесіне қарайтын болсақ, 12 деген атомдық масса бұл көміртек элементіне тиісті екен. Яғни сол кезде мына жерде бізде элемент O2 бұл CO2 екендігін көруге болады. Осылай дұрыс жауабын анықтадық. Енді екіншісіне де қойып көруге болады. Яғни бұл жерде 7y. 7y дегеніміз, яғни 7 көбейту, мынау табылған 22-ні қоямыз. Сол кезде 154. Енді тағы бір рет көз жеткізу үшін осыдан азайтамыз. Қараңыз, мынау x-ті табу үшін 142-ні азайтады екенбіз. Өйткені хлордың массасын азайтсақ, мынаның айыры шығады. Яғни бізде тауып қойдық, сонда да екінші рет дәлелдеп отырмыз. 142. Тек қана біреуін ғана табу арқылы да сіз қай элемент екендігін айтсаңыз болады. Енді мен толыққанды былай ашып көрсету мақсатында екеуін де көрсетіп отырмын. Сол кезде 12 болады. Яғни тағы да бізде көміртек шықты. Яғни бұл жердегі хлоридті қосылысы С хлор 4 CO2 деген осындай екі қосылыстың элементін анықтадық. Яғни жауабы көміртек екен. Сіз де осылай есептерді оңай жолмен шығара аласыз. Егер сізге осы видео түсінікті болатын болса, комментарийға түсінікті деп жаза кетіңіз. Келесі есебіміздің берілгенін жазып қойдым. Бірінші бізде сутегінің массасы берілген 0,5 кг. Оттегінің массасы берілген 80 грамм. Және де CO2 газының массасы берілген 4,4 кг. Қалыпты жағдайдағы осы газдардың көлемін анықтау керек. Әрине, көлемді анықтау үшін осы берілген массалардың барлығын зат мөлшерлерін тауып аламыз және сол арқылы көлемін анықтайтын боламыз. Ал енді керекті қолданылатын формулаларды жазайық. Яғни бірінші қолданатын формуламыз зат мөлшерінің формуласы нью тең м бөлінген м-ға. Бұл жерде нью деген зат мөлшері, кішкентай м деген зат массасы, яғни берілген зат массалары. Үлкен м дегеніміз бұл мольдік масса. Мольдік масса бізге мр-ға тең. Мр дегеніміз молекулалық массасы, яғни атомның өзінің кестедегі массалары болып табылады. Сол бойынша біз газ зат мөлшерін тауып аламыз. Әр газдың өзінің зат мөлшерлерін тауып аламыз. Бұл жерде мен 500 грамм деп алдым, яғни бұл жерде сутектің зат мөлшері 0,5 килограмм дегеніміз бұл граммға тең. Негізінен зат мөлшері есептегенде әрине грамммен есептелінеді, қолданылады өлшем бірлігі. Грамммен есептеген дұрыс. Яғни бұл жерде килограммнан граммға айналдыру үшін мыңға көбейтеміз. Сол кезде 500 грамм болады екен. Оны 2-ге бөлеміз. 2 дегеніміз сутектің айыры, яғни сутек 1 болса, 1-ді көбейтеміз 2-ге, сонда 2 болады. 500-ді 2-ге бөлгенде 250 моль болады. Енді көлемін табамыз. Келесі де анықталады. Бұл жердегі В тең нью көбейтілген ВМ формуласы қолданылады. Бұл жерде нью дегеніміз 250, ВМ дегеніміз тұрақты шама 22,4. Мінекей, яғни бізде екеуін көбейткенде 5600 литр болды. Яғни бұл сутек газының
көлемі мінекей бірінші газ үшін анықталды. Тура осы жол арқылы біз оттегі газы және де көмірқышқыл газының көлемдерін анықтайтын боламыз. Мінекей достар, мен бір жолмен ақ жазып шықтым. Анық толық етіп мінекей бірінші газды анықтағанда жаздым 5600 деп, ал екінші оттегін табу кезінде де тура осы формуланы пайдаландым. Яғни массасы 80 грамм, мінекей 80 граммды бөлдік оның айырыне, оттегі 16, 16-ны 2 өткенде 32-ге, яғни 80-ді 32-ге бөлдім. Сол кезде 2-де 5 болды. 2-де 5-ті енді мынау формулаға қойдым, бірден қойып кеттім. 2-де 5 көбейту 22,4-ке. Мына жерде зат мөлшерін тұрақты шамаға көбейттім. Сол кезде 56 литр болды. Яғни бұл оттегі газының анықталған көлемі. Одан кейін мынау көмірқышқыл газы CO2-ні де бірінші 4400 деп алдым. Өйткені қараңыз, мына жерде тағы килограмм деп көрсетілген. Мен бұны граммға айналдырып алдым. Өзінің зат мөлшерін есептегенде грамммен шығарылады есептер. Сондықтан да килограммнан граммға ауыстырып алдым. Яғни 1000-ға көбейткенде 4400 болды. Осы 4400-ді бөлдік 44-ке, яғни CO2-нің эмері оттегіміз 16 болса, 16-ны 2-ге көбейтсек 32, 32 қосамыз 12-ге. Сол кезде 44 болады екен. 4400-ді 44-ке бөлген кезде 100 болады. Көлемін табу үшін 100-ді көбейтеміз 22,4-ке. Сол кезде 2240 литр, яғни CO2 газы шықты. Егер сізге осы видео түсінікті болатын болса, осы есеп түсінікті болатын болса, видеоға лайк басып, және де комментарийге түсінікті деп жазуды ұмытпаңыз. Есептің берілген шарты мынадай: 1,4 тонна этилен жанған кезде дейді, мынанша энергия бөлінді, жылу бөлінді дейді. Ал көміртек дейді, осыншама энергия бөлетіндей қанша масса керек дейді, көміртек үшін дейді. Яғни көріп отыратын болсақ, дәл осы реакциялар бойынша көміртекте белгісіз массасы, яғни массасын, көміртектің массасын анықтау керек бұл жерде. Көміртектің массасын анықтау керек, және де оның жағы жылу мөлшері 401 деп тұр. Ал көміртек осыншама жылу бөлу үшін қанша масса керек дейді. Егер айырмашылығын қарайтын болсақ, өте үлкен айырмашылық. Осы есепті шығарып үйренетін боламыз. Ең бірінші осы берілген этилен массасы берілгендіктен біз зат мөлшерін анықтап аламыз. Қараңыз, мына жерде 1,4 тонна бөлінген 28, яғни этилен 28, 12-ні 2-ге көбейтеміз, қосамыз 4-ке, 28. 1,4-ті бөлеміз 28-ге, сол кезде 0,05 болады, яғни моль бұл. Енді осы моль арқылы біз осы көміртегінің массасын тауып аламыз. X моль. X массасын тауып алайық. Мінекей мына жерде тауып алдық. Бұл жерде зат мөлшерін көбейттік 12-ге. 12 дегеніміз көміртектің айыры, атомдық массасы.
сол кезде 0,6 тонна. Өйткені қарасаңыз біз басында тоннамен шығардық. Әрине келесі массада бізде тоннамен, өлшем бірлігі тоннамен болады. 0,6 тонна. Енді біз мынау жылу мөлшерін пайдаланатын боламыз. Яғни жылу эффектісін 401 килоджоульді пайдаланамыз. Яғни бұл дегеніміз 0,6 тонна болғанда осыншама жылу болатын болса, 1400 килоджоульде қанша деген пропорция құрастырамыз. Мінекей, яғни 0,6 тонна болған кезде 401, яғни мына жерде, мына реакция бойынша бізде көміртегінің массасы 0,6 тонна екен. 1400 килоджоуль, яғни осыншама этилен жұмсаған жылу мөлшерін бөлу үшін дейді көміртек неше массасы керек көміртектің деп сұралған. Сондықтан да 1400 килоджоуль x деп біз осындай пропорция құрастырдық. 1400-ді 0,6-ға көбейтіп бөлдік 401-ге, сол кезде 2 тонна болды. Сонда 2 тонна көміртегін жаққан кезде бізде 401 емес, 1400 килоджоуль тура этилен сияқты осыншама жылу мөлшерін бөледі екен. Егер сізге осы видео түсінікті болатын болса, комментарийға міндетті түрде ойыңызды жаза кетіңіз. Және де осы видеоны химияға қызығатын, ұбт-ға дайындалғысы келіп жүрген немесе дайындалып жүрген достарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыз.